Әлеуметтік желілерде көптен бері молаларға қатысты түйткіл мәселелер көтеріліп жатыр. Оның бірі тазалыққа қатысты сұрақтар. Осы ретте қала әкімдігі бұл жерлерде сенбілік өткізуге шешім шығарды. Провело грейдирование и наводили порядок. Жұмышы кентіндегі зираттағы жолдар биыл тегістелді. Қалалықтар бұл жерлерге келгенде қоқысты жай ғана лақтыра салады. Салдарынан керексіз үйінділер пайда болады. Әр азамат туысы жерленген зиратқа келгенде аумақты таза қалыпта ұстауы қажет. Өткен сенбі күні қаланың барлық православ зираттарында тазалық жұмыстары жүргізілді. Оған жастар маслихаты мен студенттік еңбек жасақтары білек сыбана кірісті. Айта кеткен жөн, шілде айында зираттардан 100 текше қоқыс шығарылды. Жасыл ел бағдарламасының қатысушыларына жұмысшы кентіндегі молалар бұйырды. Мы приехали на кладбище и сразу же заметили небольшие кучки мусора, но в больших скоплениях. Это цветы, обертки, пластиковые пакеты и так далее. Мне кажется, что не нужно так поступать. В конце концов, это кладбище, и нужно убирать за собой. Я считаю, что на кладбище должно быть так же чисто, как и в центре города. Люди относятся к этому несерьезно, но они должны подходить к этому с пониманием. То есть мы приезжаем на кладбище и видим горы мусора. Это ведь отвратительно. Жоспарға сәйкес жыл соңына дейін мұндай сенбіліктер жалғасын таппақ.